Ассаляму алейкум, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Сіздерге алғысым шексіз, себебі осы каналды дамытуға үлес қосып жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Бүгін көз тигенде қалай дем саламыз және көз тигенде оқылатын дұғалар, сүрелер жайлы ашығырақ айтатын боламыз. Ол үшін алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Адам қаншалықты Аллаға жақын болып, оны әрдайым есіне алып, Құран оқып жүретін болса, ол көз тию мен жын иектеуден соншалықты алыс болады. Сондай-ақ таңертең және кешке айтылатын зікірлер, ұйықтар алдында, ұйқыдан оянғанда, үйден шыққанда, тағы басқа жағдайларда айтылатын дұғалар адамды сұқ көзден, тіл көзден сақтауға әсерін тигізеді. Ал көз тиіп, ауырып қалған адамды мына әдістермен емдей аламыз. Оның ең бірінші жолы, көз тиген адамды емдеу үшін ең әуелі, егер көзін тигізген адам белгілі болған жағдайда, сол адамға дәрет алғызып, сол судың бір бөлігімен ауырып қалған көз тиген науқасқа ғұсыл құйындырамыз, яғни бүкіл денесіне тиетіндей етіп жуындыру керек. Яғни бұл туралы Айша анамыз көзі тиген кісі дәрет алуға бұйырылатын дейді. Сосын науқас сол сумен жуынатын деген. Ал екінші, науқасқа Құрандағы Фатиха сүресін 7 рет, Бақара сүресінің алғашқы 5 аятын, Аятул Курси аятын, Иқлас, Фаляқ, Нас сүрелерін 3 реттен және шипа дұғаларын оқып, аз ғана түкірік араластырып сүфілеу керек. Бұл рәсімді дем салу деп атайды. Айша анамыз ол туралы былай дейді: Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, маған көз тиюден дем салуға бұйыратын деген. Үшінші, науқас адам өзі жоғарыда көрсетілген Құран аяттарын суға оқып, төкірігін шашыратпай сүфілейді. Кейін судың біразын ішіп, қалған бөлігімен денесін ысқылайды. Әбу Дауд Хасан иснатпен жеткізген хадисте пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Сәбит ибн Хайс деген сахабаға суға дем салып үстіне құйғызғандығы туралы айтылған. Сондай-ақ, дәл осы аяттар мен дұғаларды зәйтүн майына оқып, назарланған адамның денесін сүртсе, немесе зәмзәм суына дем салып, науқасқа ішкізсе де болады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, зәмзәм суын қандай мақсатта ішсең, сол мақсатта пайдалы деген. Төртінші, Құранда және хадистерде келген пана сұрау дұғаларын оқу. Қазір мен сіздерге экранға қалдырып кетемін, сол дұғаларды күнделікті оқып жүрулеріңіз тиіс. Ал бесінші емдік жолы, науқасқа дем салудың келесі түрі Құран аяттарын және шипа дұғаларын оқу барысында науқас ауырған жерге қолын қойып отырады, немесе алақанымен уқалайды. Осман ибн Әби әл-Ас бір күні пайғамбарға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, келіп: «Я Алланың елшісі, менің ауруым қатты үдегені соншалық, мен өліп кететін сияқтымын» дегенде, Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ауырған жеріңе қолыңды қой да 7 рет мені мазалаған жамандықтың кесірінен Алланың құдіреті мен күшіне сыйынамын деп айт деген. Сондай-ақ Айша анамыз, Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің жанұясында біреу ауырып қалса, ауырған жерін оң қолымен уқалап отырып: «Я адамдардың Раббысы Алла, сен шипа берушісің, сенен басқа жазылмайтын аурудан айықтырушы жоқ, ендеше оның қайғысын кетіріп шипа бер» деп айтатын деген. Мінекей құрметті оқырман, сіздер үшін көз тиюде оқылатын сүрелер мен дұғаларды описание бөліміне қалдыратын боламын. Әрбірімізді Аллах тағала тіл көзден, сөз тиюден, көз тиюден сақтасын. Сонымен қатар өзіміз үшін күнделікті таңертең тұрғанда, жатарда, үйден шыққанда және күнделікті оқылатын дұғаларды оқып жүргеніміз абзал. Баршаңызға Аллах тағала ұзақ ғұмыр берсін.